Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, қалайсыздар? Сіздермен бірге Азамат, және бүгін біз ММА туралы сөз қозғаймыз. Диар Нұрғожаев бүгін, яғни 16 наурыз күні сағат 4:30-да өзінің UFC-дегі алғашқы жекпе-жегін өткізген болатын. Былай айтқанда дебютін өткізді. Және де осы ең алғашқы жекпе-жегінде өзінің мансабындағы алғашқы жеңілісіне былай айтқанда тап болып отыр. Себебі Брэдсон Рибейро деген бразилиялық жауынгерге қарсы бірінші раундта нокдаунға құлады, ал екінші раундта қолын Кимураға беріп қойып, солай ары қарай жеңіліс тапты. Яғни уақытынан бұрын финиш болды бұл жекпе-жекте. Енді ең қызығы, мен, аналитиктер, букмекерлер, эксперттер барлығы, мамандар, сарапшылардың барлығы осы Диар сенімді түрде жеңіске жету керек деген болатынбыз. Және де шынымен де Диар бұл жекпе-жекте жеңіске жету керек еді, тіпті нокаутпен де жеңіске жету керек еді, бірақ өкінішке орай Брэдсон Рибейро былай айтқанда жақсырақ дайындалып шықты, қарсыласын дұрыс зерттеп шықты, соның арқасында сенімді жеңіске жеткен болатын. Және де бүгінгі видеомызда біз осы жекпе-жектің алдында не болды, қандай жағдайлар орын алды, жекпе-жектің өзінде не болды, Диар қандай қателіктер жасады, және де қарсыласы бұған қалай төтеп берді, және де ары қарай Диар Нұрғожаев үшін не болады деген бас сұрақтарға жауап беретін боламыз. Және де бәлкім Диарды осы жекпе-жектен кейін UFC-ден мүлде қуып жіберуі мүмкін шығар. Ал бұл видео басталмас бұрын бәлкім сіздер өткен жолғы видеоларымызда өткізіп алған маңызды ақпаратпен бөлісейін. Бұл видеоның демеушісі Tennis.kz букмекерлік компаниясы, әлем бойынша ең үздік және ең сенімді букмекерлік кеңсе. Өте керемет. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сонымен өздеріңіз түсініп тұрғаныңыздай, бүгінгі видеомыз айтатын әңгіме өте көп. Және де бұл видео басталмас бұрын сізден сұрайтыным, міндетті түрде лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Диар Нұрғожаев үшін ары қарай UFC-де не болады? Бәлкім шынымен де шығып кете ме, әлде де басқа қарсыластармен осы UFC-де жекпе-жек өткізе ме? Осы туралы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Алдын ала рахмет, ал енді кеттік. Диардың жекпе-жегі осы 2024 жылдың басында ресми анонс болған еді. Және де барлығының ойынша, шынымен де жаңа айтып кеткенімдей, Диар сенімді жеңіске жету керек еді. Бірақ ең қызығы Диардың өзінің айтқаны бар. Қарсыласты соншама оңай деп, қатты смело жеңіп кетем, қиналмаймын деп айтудың қажеті жоқ. Қарсыласы осал емес, UFC-де барлық жауынгерлер мықты деген болатын. Және де бұл сөздері осы жолы тағы да өзінің орнын алып отыр. Және де ең қызығы, бұл жекпе-жекте Диар мүлде өзіне ұқсамады. Бәлкім жекпе-жек алдында қандай да бір мәселелер пайда болған шығар. Осы жекпе-жекке дайындығы Диар алдымен Таиланд елінде өткізген болатын. Барлығымызға таныс, былай айтқанда біз үшін уже қазақтың жері болып кеткен жерде, Тайгер Муайтайда Саят Абдрахманов жұмыс жасайтын сол жерде біздің барлық сбор сол жерде өтеді, оқу-жаттығу жиындары. Және Диар да сол жерге барған болатын. Кейін Астана қаласында өтті. Былай айтқанда подготовительный этап деп атайды, дайындық барысында. Және де соңғы финалды оқу-жаттығу жиындарын Майами қаласындағы Килл-Клифф залында өткізген болатын. Және де өткен видеода айтқанымдай, Килл-Клифф осы Диарға дәл келуі мүмкін деген едім. Және де менің айтқан сөздерім, былай айтқанда, ең бірінші рет менің айтқан сөзім дұрыс емес келіп тұрды. Бұған дейін егер мен Шавкат кету керек, Асу кету керек деп айтқан сөздердің барлығы дәл келсе, осы Диарға қатысты, осы Килл-Клифф залында қалуы керек. Килл-Клифф залы оған керемет келеді, себебі Саид Сапаровпен күресін дайындайды, ал Генри Худпен муайтай және кикбокс тәсілін дайындап бере алады деген болатынмын. Және де ең бірінші рет осылай былай айтқанда қателік өткізіп тұрмын, ал енді кешіріңдер, болып тұрады. Жалпы осы Килл-Клифф залына келетін болсақ, Килл-Клифф залында дайындалған Асол Мабаев жеңіліп отыр, Диар Нұрғожа жеңіліп отыр. Және де өткен жолғы жекпе-жегінде Шавкат Рахмонов жеңілген жоқ, бірақ сәл сенімдірек жеңіске жетуі керек пе еді деген сұрақтар пайда болады. Жалпы осы Килл-Клифф залы жайында айтатын әңгіме өте көп. Неге? Себебі Килл-Клифф залы былай айтқанда адамды зерттеп, аналитика жасаудан сәл былай айтқанда мүлде күштер жоқ деп ойлаймын. Неге? Себебі қандай да бір адамның осал және мықты тұстарын өздері былай айтқанда зерттеп, қарсыласына оған қарсы былай айтқанда контратака, қарымта шабуылда не істеу керек екенін түсіндіре алмайды. Және де бұған себеп өткен жолы немен болды, Асумен болды, және де осы жолы Диармен болып отыр. Және де былай айтқанда
Мен сенімді болғам, Дияр қиналмай жеңіске жетеді. Иә, бірінші раунд зерттеуге кетеді, екінші раундта хайкикпен немесе де дәл соққымен құлатады деп. Бірақ өкінішке орай бұндай жағдайлар мүлде болмады және бұған бірнеше себептер пайда болып отыр. Ең алдымен ол Диярдың денсаулығы, жалпы өздеріңіз де байқаған боласыздар. Өткен жыл емес, біраз жыл бұрын Дамир Исмағұловта да бұндай былай айтқанда жарақат болған еді, себебі нервный тик оң көзін шұқылай беретін және осы жолы да осы Диярдың нервный тигі былай айтқанда өзінің әсерін беріп отыр, себебі әр секунд сайын көзін шұқылап, көзімен былай айтқанда жармалашып жүрді. Енді бұдан басқа менің ойымша осы Рамазан айының оразасы да оған әсер еткен сияқты. Неге? Себебі өзіне мүлде ұқсамаған еді және бұған дейін ешқашан бірде-бір рет осы ораза айында төбелеспеген еді. Бұған себеп осы жекпе-жек алдындағы салмақ өлшеу рәсімінен өте алмауы, себебі қарсысынан 2 келіге ауыр болып шықты және менің түсінбегенім ол мысалға 2 килограмм ауыр болса да қандай да бір уақыт алып ең соңғылардың қатарында шығып өзінің салмағын түсіруге болады. Бірақ оған қарамастан Дияр ең біріншілердің қатарында болып салмағын көрсетіп 95 келі шығарып тұрған еді. Бұл жартылай ауыр салмақтың лимитінен жоғары болып тұр, себебі жартылай ауыр салмақ лимиті 93 килограмм. Соның кесірінен 2 килограммға ауыр болып тұр да қарсыласынан Брэдсон Рибейро толығымен салмақ жасап шықты. Және осы жерде осы Брэдсон Рибейроға рахмет айтуымыз керек. Неге? Себебі осы біздің Диярға қарсы жекпе-жекті қабылдап отыр. Және шынымен де рахмет. Рахмет деген 25%-ның гонорарын алып отыр. Қалай рахмет демейсің де. Және менің бір түсінбейтінім, егер сенің жарақатың болса, не үшін жекпе-жекке шығасың деген. Иә, бұл отмазка болуы мүмкін, қандай да бір сөздер пайда болуы мүмкін, бірақ шынымен де егер де сенің жарақатың болса, аяғың ауырып тұрса, денсаулығыңмен бір нәрсе болса, температура, бәрібір не болса да, бірден бұдан бас тарту керек. Неге? Себебі сен өзіңнен басқа, сен жеке өзің жауынгерлік мансабыңнан басқа бүкіл абыройыңды, артында тұрған еліңді, себебі сен қазақ елінің атынан батырмын, қазақ батырмын деп шығасың ғой. Осындай қазақ елінің мүддесін бұзасың. Бұған қоса басқа да қазақ жауынгерлеріне әсер етуі мүмкін. Сондықтан менің ойымша Дияр егер ауырсаң немесе қандай да бір қиын жағдайға тап болсаң, жекпе-жектен бас тартуың дұрыс болар еді. Және де осы жерде айтпақшы, Хабиб бар ғой, Хабибтің командасынан біраз үйрену керек. Неге? Себебі Хабибтің командасындағы жігіттер бәрібір қандай да бір ауру пайда болса да, тамақ ауырып қалса да, белі ауырып қалса да, қол тиіп кетсе де бітті. Бірден жекпе-жектен бас тартады. Және де бұған анық мысал ретінде Умар Нурмагомедовты алуымызға болады. 2020 жылы өздеріңіз білетіндей Умар Нурмагомедов UFC-ге қосылып, біздің Сергей Морозовпен жекпе-жек өткізуі керек еді. Ең алғашқы жекпе-жегін жасағанда Абу-Даби жерінде болатын. Және де ол жекпе-жекте как раз екеуі бір-бірімен кездесу керек еді. Және де салмақ өлшеу рәсіміне Умар шықпай қалды. Және де сыбыстарға сенсек, Умар сол күні тамағым ауырып қалды деп салмақ өлшеу рәсіміне шықпай, бүкіл жекпе-жектен бас тартқан болатын. Және де ең қызығы, келесі күні Умар айтқан сұхбат бергенде, денсаулығым қазір жақсы, ауырған тамағым қазір кетіп қалды деп айтқан болатын. Және де осы анық мысал ретінде шамал кішкентай ғана ауырып қалса, бірден бас тартады. Және себебі олар түсініп отыр, ары қарай абырой тұр, даңқ тұр, және өзінің жеке мансабы тұр. Бұл айтқанда Дағыстан елінің жауынгерлеріне әсер етпесе екен деп бірден бас тартты. Және де ең қызығы, кейін Умар біздің Сергеймен төбелесіп, бірінші раундта емес, екінші раундта қылғындыру әдісімен жеңіп кеткен болатын. Өздеріңіз есінде ғой, брат, Сергей ұйықтап қалатын кез. Вот сондай примерно. Сондықтан Умар біздің Дияр сияқты айтпақшы 1-1 деген коэффициентпен үлкен фаворит болып тұрып, жекпе-жектен бас тартты. Бірақ кейін біздің Сергейді жеңіп, сенімді бұлай UFC-ның есігін теуіп кірген болатын. Жаңа айтып өткенімдей, қарсыласына шынымен де рахмет айтуымыз керек, себебі жекпе-жекті қабылдап отыр. Жалпы бұл түсінікті жағдай, себебі қарсыласы осы Брэдсон Рибейро деген бразилдік жауынгер UFC-де 1-2 деген рекордпен келе жатты. Және де басында 2 рет уақытынан бұрын жеңілген болатын. Үшіншісінде осы соңғы жекпе-жегінде былай айтқанда төрешілердің бөлінген шешімімен жеңіске жетті. Сондықтан өзінің келісім шарты бойынша 4-ші жекпе-жек еді. Сондықтан осы жекпе-жекті қабылдап отыр. Және де өзінің айтуынша Дияр 10 келіге ауыр болса да жекпе-жекті қабылдайтын едім деп айтқан болатын. Сондықтан менің ойымша осы Брэдсон Рибейро сенімді түрде былай айтқанда тәуекелге барды. Жалпы өзіңіз білетіндей, бұл үлкен спорт, және де үлкен спорттан басқа бұл тәуекелге баратындардың спорты, тәуекелге баратындардың бизнесі. Және де осы Рибейро
мына қағиданы тағы да бір рет дәлелдеп отыр. Жекпе-жекке көшсек, Диар өзінің бұрышында өзінің жеке бапкері Диас Қабдуовпен шықты. Төбет топ тим командасының бас бапкері, ол екеуі Таиландта да бірге оқу-жаттығу жиындарын өткізді. Астана қаласында да, және де міне финалдық Майамиде өткен Килклифтегі оқу-жаттығу жиындарын бірге өткізген болатын. Бұдан басқа Диардың бұрышында осы Килклиф залының бапкері, күрестен бапкері Саид Сапаров та болған болатын, және де соңғы үшінші болып оның менеджері Саят Абдрахманов шыққан еді. Сонымен жекпе-жекке көшетін болсақ, Диардың алғашқы секундтан бастап октагонның ортасын алып, қарсасына прессинг жасағанда түсінікті болды, және де былай айтқанда бұны барлығымыз білген болатынбыз. Алдыңғы қолымен көрсетіп тұрып, аяқпен тебеді, немесе де қолмен ауыр соққы тастайды деп. Және де бұны біз барлығымыз көрдік. Неге себебі? Алдыңғы қолымен былай айтқанда джеб ұстап жүрді да, корпустан кросс ұрып жүрді, артқы қолымен әрдайым бұл былай айтқанда кормежка болды. Неге себебі? Осыны көрсетіп алады да, обманный движение, фейк движениемен сол аяқпен бастан тебеді, немесе де қолымен былай айтқанда плотно удар тастайды. Бұдан басқа менің ойымша қарсыласын бірінші раундта соққы тастап үйренем, ал екінші раундта күреске салам, немесе де қандай да бір қызық жағдайлардың арқасында жеңіске жетіп кетем деген ойы болған. Бірақ менің ойымша бұл жерде қарсыласын зерттеп, геймплан мүлде құрылмаған сияқты. Себебі алғашқы минуттағы соққыларға байланысты қарсыласы өзіне бос кеңістікті іздеп жүріп, аяғынан лоу кик теуіп жүрді, мидл кик теуіп жүрді, кей кездерде хай кик тепкен кездері де болған. және де өздеріңіз байқасаңыздар, былай айтқанда алдыңғы екі қолымен двойка ұрады. Двойка ұрғанда кімнің Диардың қорғанғаны қолдары үстіде и жан жаққа қашып кетуге тырысады. және де осы жерде жалпы менің ойымша түсінікті болды. Неге себебі Диар қашып кетеді, бұған жауап бермейді. Бұл соққыларға жауап берудің орнына Диар қашып кетеді да, ары қарай өзінің темпін іздей бастайды. Темпін іздеп жүріп, мысалға аяқпен мидл кик тебеді, жаңағы айтқандай оң қолмен джеб тастап корпустан ұрады. Дәл осындай заготовкаларды көрсетіп жүрді. және менің ойымша Рибейра біздің Диарды толығымен былай айтқанда прочитанный дейді ғой, оқып алып, қалай бұған қарсы жекпе-жек өткізу керегін түсінді. және де жаңа айтқан кормежкасы бір рет дәл өзінің былай айтқанда өзінің әсерін берді. Неге себебі көрсетіп тұрды да, джеб береді, сол қолымен дәл боковой дәл тиеді кімге қарсыласына. Сол кезде жай былай айтқанда шайқалып потрясение болған еді. Бірақ өкінішке орай бұның ары қарай былай айтқанда дальше надо завершать, бұны бітіру керек қой. Бұндай қимылдар Диардан мүлде болмады. және де бұның орнына осы жекпе-жек емес, раундтың соңына 1,5 минут қалған кезде қарсыласы 2 рет двойканы тастайды. Біраз два жақындаған кезде кім Диар бұдан қорғанды, жақында өзінің демпін алған кезде тағы да бір рет двойка дәл тиеді. Раз, два, бітті, құлайды. Біздің Диар құлаған кезде бір секіріп тұрған болатынмын, ойбай бітті деп нокаутпен. Бірақ шүкір болды. Неге себебі өзінің былай айтқанда қорғанысының күресінің арқасында бұдан жақсы қорғанып, ары қарай жекпе-жекті екінші раундқа былай айтқанда ары қарай көтеріп жіберуге мүмкіндігі болды. және бұлмен толығымен қолданып шықты. Бірақ өкінішке орай екінші раундта мынандай жағдай орын алды. Бірден ортаны алудың орнына қарсыласына беріп қойды. Қарсыласы өзінің мүмкіндігінше прессинг жасап жүрді, біраз ауыр соққыны берген болатын. Оны түсінген Диар және бұның секунданттары түскен болатын. Бірден күрес деген еді. Күрескен кезде басын дәл беріп қойды. Неге себебі? Күрескен кезде жалпы біраз сұрақтар бар. Неге себебі? Греплерге қарсы сен не үшін күресесің деген. Түсінікті, сен біраз соққылар өткіздің. Соққылардың қорғаныс ретінде күресті қолданып, қарсы бүкіл салмағымен қарсыласына басып, оның айтқанда қолдарын барлығын өшіріп тастауға болады. Бірақ бұл жерде Диардан бұндай ешқандай жұмыс болмады. Неге себебі? Күрескен кезде жай ғана бере салды. Қарсыласын байқасаңыздар, қарсыласы беріп, бірден гильотина жабуға тырысты. және де ең қызығы өзінің жеңістерінің 5-еуін дәл осы гильотинамен аяқтаған еді. және де бұл жай ғана гильотина емес, бірден аяққа кірген кезде гильотина жабады. Бірақ бұл жолы Диар жақсы жұмыс жасаған болады. Неге себебі? Гард жабуға, аяғымен гард жауып тастауға мүмкіндік бермеді. Соның арқасында сетканың қасына барып, өзі былай айтқанда гильотина емес, рейр некед чокпен сол қолымен ұрып, мойын алғысы келді, бірақ бұл болмай қалды. Соның кесірінен өзінің оң қолын беріп қойған еді. Оң қолын бергенде қарсыласы бірден Кимураны жабуға тырысты. Кимура шыққан кезде, Кимура алған кезде, оң қолын алған кезде сен бұған свип жасап, свип дегенде былай айналып қорғанып кетуіңе болады. Бірақ бұл жерде былай айтқанда ролл деп аталады ғой.
себебі жасап қорғаудың орнына, мысалға алдыға жасаудың орнына Дияр артқа жасайды да, артқа жасағанның кесірінен басы жерде, былай айтқанда былай болып қалады да, басы жерде, қолы жоғарыда қалып қояды. Соның кесірінен қарсыласы дайын тұрған қолды бір тарта салады. Оны да өздеріңіз байқаған боласыздар. Былай бір жаққа тартты, біт сол кезде жекпе-жек аяқталды. Дияр берілдім деп айтқан болатын, және бұл Диярдың кәсіпқой мансабындағы алғашқы жеңілісі, және де біздің осы 2025 жылдың бастауымен, айтқанда қазақ жауынгерлерінің 9-шы жеңілісі. Жалпы осы жерде бір басты сұрақ барлығымызда пайда болып отыр. Ары қарай Дияр үшін не болады деген, шынымды айтсам, бұны мен де білмеймін, себебі бұның барлығы Диярдың менеджері Саят Абдрахмановқа байланысты. Жалпы өздеріңіз білетіндей, егер сен салмақ жасай алмай, айтқанда осал жекпе-жек өткізіп, ауыр жеңіліс тапсаң, көбінесе UFC матчмейкерлері сені лақтырып, UFC лигасынан шығарып жібереді. Сондықтан бұндай жағдайлар орын алмайды деген ойдамын, себебі осы Диярдың менеджері Саят бірнеше жауынгерлердің чемпиондық деңгейге дейін жеткізген, және де осы жолда Диярды өздерінің лигасында алып қалуы мүмкін. Жалпы келісімшарт бойынша Диярда 4 жекпе-жек бар, 4 жекпе-жектің бөлігін өткізді, және де 3 жекпе-жек қалып отыр. Ары қарай Диярға былай айтқанда өзінің деңгейіне сай оппозициясын сәл төмендетуі мүмкін шығар, да, бірақ бұл жерде сұрақ пайда болады. Бұдан да оңай қандай қарсылас береді деп. Бірақ соның өзінде де Диярды біз қолдаймыз. Дияр бартан уайымдама, барлығы жақсы болады. Ер жігіттің басынан не келіп, не кетпейді, сондықтан барлығы жақсы болады. Ары қарай дайындалып, сенімді жеңіске жететін шығарсыздар деген ойдамын. Жалпы менің ойымша бұл жерде біраз сұрақтар бар. Себебі неге? Себебі дәл осындай Дияр секілді кезінде қазіргі UFC чемпионы, дәл осы салмақтағы қазіргі UFC чемпионы Магомед Анкалаев та жеңілген болатын. Иә, ол жерде былай айтқанда рисунок жекпе-жектің былай айтқанда келбеті басқаша болды. Себебі Магомед Анкалаев ұтып келе жатып, жекпе-жектің соңына 2-3 секунд қалған кезде гильотинаға қалып, полкіректен жеңіліс тапқан болатын. Бірақ оған қарамастан, өзінің ноллигінен айырылғанына қарамастан, сенімді жеңіс сериясынан шығып, қазір UFC чемпионы атанып отыр. Және біздің Диярда осы жолмен жүріп, сенімді жеңістердің арқасында UFC чемпиондығына жететін шығар деген ойдамыз. Жалпы бұл жайлы сіздер не ойлайсыздар? Менің ойымша осы Дияр өзінің дайындығын, оқу-жаттығу жиындарын былай айтқанда керісінше өзгерту керек, және де қандай да бір мәселелер пайда болса, денсаулықпен қандай да бір мәселелер пайда болса, жаңа жоғарыда айтып кеткенімдей, Хабибтің командасы секілді бас тартып, тәуекелге бармаған жөн. Жалпы жаңағы сұрағымды қайталап айтам. Жалпы бұл жайлы не ойлайсыздар? Диярдың мансабы жайлы не ойлайсыздар? Ары қарай не жасау керек? Өз ойларыңызды комментарийге, пікірге жазып кетсеңіздер болады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Осы жерге дейін қарағандар үшін көп-көп рахмет. Міндетті түрде видеоға лайк басып, өз ойларыңызбен комментарийде бөліссеңіздер болады. Бұдан басқа біздің арнамызға тіркеліп, осы видеомен достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Себебі бұның арқасында сіздер тек қана біздің арнамызда емес, бүкіл қазақ тіліндегі контенттің дамуына үлкен үлес қосасыздар. Алдын ала рахмет. Алға Қазақстан, міндетті түрде Дияр сенімді жеңіске жетіп, осы UFC-ді бағындырады деген ойдамыз. Көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған Азамат. Сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.